Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жұлдыз. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен таңғы асқа өте дәмді, пайдалы сұлы ботқасын дайындадым. Сіздермен де бөлісейін деп шештім. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бір кесе сүтімізді құямыз. Оны бір қайнатып, 3 ас қасық суымызды саламыз. Сосын бір ас қасық шекер қосамыз, араластырып 5 минуттай қайнатамыз. Кішкене ғана қайнаған ыстық суымызды құямыз. Су тартылғанын күтеміз. Сосын оттан алып 1-2 минутқа қойып қоямыз. Сұлы ботқамыз дайын болды. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.